Әріптестер, қайырлы таң, қымбатты қазақ елі. Өткен аптадан бері өздеріңізге белгілі Астанада толассыз қар жауып жатыр. Сондықтан мен де күрек ұстап, сәл қолғабыс етуге келіп тұрмын. Жалпы елордадағы тазалық жұмыстары қалай жүргізіледі, сол жайлы ақпарат беруге келіп тұрмыз. Енді Тимур мырза, өзіңіз айтып өтсеңіз, жалпы Астана қаласының тазалық үшін қанша техника жұмылдырылады? Саламатсыздар ма? Осы қардың ауа райының күрт өзгеруіне байланысты Астана тазалық серіктестігі жұмысты тәулік бойы атқаруда. Осы соңғы 3 күннің ішінде жұмылдырған техниканың саны 600-дан асады, және де 550-ден астам жол жұмысшылары жұмылдырылды. Айта кетсек, техниканың соқалы сыпыру арнайы техника 130-дан асады, және қар шығаруға жұмылдырылған 250-ден астам жүк көліктері бар, және де тиегіштердің саны 80-ден асады, және де осы тротуарларды сыпыруға арналған техниканың саны 80-ге жуық, және де жолдарды тазалайтын реагент шашқыш 20-дан асады. Енді өткен аптадан бері толассыз қар жауып жатыр деп тұрмыз. Жалпы енді сіздердің жұмыстарыңыз осындай қауырт кезеңге келіп жатыр ғой. Енді дәл қазір сол маусым дейміз. Енді қанша тонна дәл қазір қаладан қар шығарылды? Осы 3 күннің ішінде 70.000 метр куб қар шығарылды, және айта кетсек, осы қыстың басталғанынан бастап 370.000 кубтан артық қар шығарылды. Енді жұмыстарыңыз жеңіл емес, ол белгілі. Неше ауысыммен жұмыс жасайсыздар, жұмыс нешеде басталады? Дәл қазірдің өзінде таң атпай міне жұмысшылар барлығы жұмысқа кірісіп кеткен екен, көрсетіп қойсақ болады. Ауа райының күрт өзгеруіне байланысты біз серіктестік күшейтілген режимге ауыстық. Механикалық тазандыру 2 ауысымда жұмыс жүріп жатыр, және де қолмен жинау жұмыстары 3 ауысымда жүріп жатыр. Демалмайсыздар, үздіксіз тәулік бойы? Үздіксіз, тәуліксіз. Тәулікте жұмыс демалыс деген жоқ қой, қыс басталған соң бізде. Жалпы қар полигондары бар екенін білеміз Астанада бірнеше. Бұл жаңағы жиналған қар қайда апарылады, кәдеге жаратыла ма? Сондай бір сұрақ. Ол осы әр ауданда, осы қаламыздың сыртында арнайы жабдықталған аумақтар бар, қар полигондары. Ол жерде қар қыс біткеннен кейін бар рекультивация жасалады, арнайы тазалып, жаңағы ішіндегі қоқыстары бәрі азартылады. Рахмет өздеріңізге, жұмыстарыңыз сәтті болсын дейміз. Енді қаланың тазалығымен айналысып жатқан өздеріңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, сіз бен біздің жайлы таза жолда жүруімізге жағдай жасайтын тазалықшылардың жұмысы әрине қашанда құрметке лайық. Мен де енді тағы да қолыма күрегімді ұстап, қызметкерлерге сәл қолғабыс етейін. Студия, мендегі ақпарат осындай. Сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет Ақжігіт, қаланың тазалығы біздің әріптесімізге де байланысты бүгін, сондықтан алғыс білдіреміз ақпаратыңызға.